Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгін 1 қыркүйек білім күнімен сіздерді құттықтаймын. Бүгін бірінші сабақ оқуға шақыру. Балалар, бұл өлеңді суретпен түсіндіріп көрейік. Балалар, оқуға бар, жатпа қарап, жуынып киініңдер шапшаңырақ. Шақырды тауық мана әлде қашан, қарап тұр терезеден күн жылтырап. Балалар, оқуға барыңдар, қарап жатпаңдар. Тезірек жуынып киініңдер. Тауық әлде қашан шақырды. Яғни, тауық таң атқан кезде шақырады. Демек, таң атқаны әлде қашан. Қарап тұр, ал терезеден күн жылтырап қарап тұр. Адам да, ұшқан құс та, жүрген аңда, жұмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жанда. Кішкене қоңызда жүр жүгін сүйреп, барады араларда ұшып балға. Яғни, адамдар да, ұшқан құстар да, жүрген аңдар да, бәрі де өздерінің жұмыстарын жасап жатыр екен. Ешкімде жұмыссыз жүрген жоқ. Тіпті кішкентай қоңыздың өзі жүгін сүйреп бара жатыр. Ал аралар болса балға ұшып бара жатыр. Яғни, бүкіл тіршілік иесі таң атқанда өздерінің жұмыстарын жасап жатыр. Ал біз мектепке асығуымыз керек. Себебі мектеп біздің білім алатын жеріміз. Балалар, бұл жол басы даналыққа, келіңдер түсіп байқап қаралықта. Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, соларды көре тұра қалалық па. Даналық өшпес жарық, кетпес байлық, жүріңдер іздеп тауып алалықта. Яғни, балалар, бұл мектепке бару жолы бұл даналыққа бастайды. Даналыққа жол деп түсініңіздер. Осы жолды келіңдер байқап көрейік. Бұл жолмен өзің сияқты көп балалар бара жатыр. Соларды көріп тұрып қаламыз ба? Жүріңдер барайық даналыққа. Даналық дегеніміз ол үлкен білім. Оны адамдар ақылмен пайдаланады. Даналық дегеніміз адамзаттың интеллектуалдық дамуының ең жоғары деңгейі. Рухани ілім, білім, өнегелі түсінік. Түсіндіңіздер ме, балалар? Сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.